Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Орео тортын дайындаймыз. 6 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына шым-шым тұз қосып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Көпіре бастағанда қанттың жарты бөлігін шетінен қоса отырып, миксермен араластырамыз. Әрі қарай сары уызға қалған қантты қосып, ағарғанша араластырамыз. Ыстық сүтті қосамыз, араластырып, және де сұйық майды қосып, сұйық масса болғанша араластырамыз. Міндетті түрде какао ұнтағын, ұнды және де 2 шай қасық разрыхлительдің барлығын біз електен өткізіп алуымыз керек, және де барлығы ешқандай түйіршік қалмайтындай қою қамыр болғанша араластырамыз. Барлығын біркелкі болғанша миксерлейміз, және де силиконды лопатканың көмегімен тағы да астынан үстіге қарай қамырымызды араластырып аламыз. Енді шоколадты массамызбен ақ уызды біріккенше 2-3 рет лопатканың көмегімен біріккенше араластырамыз. Астыдан үстіге қарай араластырамыз. Екі массаны ақырындап біріктіреміз. Бірақ байқаңыздар, массаны басып алмауымыз керек. Қайтадан соғылған ақ уызға қосамыз. Тағы да астынан үстіге қарай араластырып, массаны басып алмай, екі массаны біріктіреміз. Диаметр 20-22 ыдысымызды қолданамыз. Астына міндетті түрде пергамент қағаз төсеуіміз керек. Қамырымызды құйып, 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45-55 минуттай пісіреміз. Торттың ішкі кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға творожный сыр және сахарный пудраны салып, біркелкі масса болғанша үлкен жылдамдықта араластырамыз. Біркелкі масса болған соң 4 дана Орео печеньесін сындырып салып, сливкимізді құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Кремді араластыруға бізге 1 минуттай уақыт кетеді. Міне бізде осындай керемет қою масса шығады. Яғни бұл бізде торттың ішкі кремі. Кремін дайындап болғанша біздің де бисквитіміз пісті. Бисквиттің піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексереміз. Бисквитіміз толық суығаннан кейін 3-ке бөліп, осылай беті тегіс болмаса, шапшықысы көтеріліп кетсе, онда тегістеп кесіп аламыз. Сонда тортымыз түзу әдемі болады. Ендігі тортты жинаймыз. Торт бізде түзу әдемі болып шығу үшін тортты кольцоға жинаймыз. Кремді 2 бөлікке, яғни 2 кондитерлік қалташаға бөліп аламын. Осылай кремін жағамын. Ортасына өзіңіз қалағанда жеміс-жидектер немесе Орео печеньесін сындырып салуыңызға болады. Кремді толық жинап болғаннан кейін соңғы коржды аударып қоямыз да мұздатқышқа, яғни морозильникке 2 сағатқа жібереміз. Толық біздің тортымыз салқындауы керек. Жиналған тортымыз салқындаған соң сыртқы кремін дайындаймыз. Сахарная пудра, творожный сыр және сливки. Осының барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Біркелкі араласқан соң теп-тегіс, ешқандай түйіршіксіз крем шыққаннан кейін торттың сыртын қаптауды бастаймыз. Торттың бетін сәндеу, ол өз еркіңізде. Назарларыңызға рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.